Сахабалар көрген азаптар. Мүшриктер тек пайғамбарымызға ғана емес, оның қадірлі сахабаларына да жәбір көрсетіп, зорлық-зомбылық жасайтын. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракат. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сахабалар көрген азаптар туралы айтатын боламыз. Әсіресе кейде ешкімі жоқ сахабаларға ойларына келген нәрселерді тартынбай істеп, ақылға сыймайтын қиянаттар мен азаптар көрсететін. Сондай жәбірленушілердің бірі Біләл Хабаши радиаллаху анху болатын. Умайя бин Халаф деген бір мүшриктің құлы болып жүрген Хазіреті Біләл Әбу Бәкір Сыддық радиаллаху анху арқылы мұсылмандықты қабылдаған еді. Умайя 12 құлының ішінен Біләлді қатты жақсы көргендіктен оны пұтхананың күзетшісі етіп қойған болатын. Хазіреті Біләл мұсылман болғаннан кейін пұтханадағы барлық пұттарды сәжде еткізіп жатқызып қойды. Бұл хабар Умайяға жеткенде ол жынданып кете жаздады. Хазіреті Біләлді алдына шақырып, сен мұсылман болыпсың, Мұхаммедтің Раббысына сәжде етеді екенсің, солай ма? Деп сұрады. Хазіреті Біләл, иә, ұлық және үстем болған Алла тағалаға сәжде етемін деді. Умайя Хазіреті Біләлдің бұл жауабына шыдай алмай, оны азаптап қинай бастады. Тал түсте күн дәл төбеге келген кезде оны шешіндіріп, күннің ыстығында жата беріп ысып қалған тастарды оның денесіне қойып күйдіретін болды. Оттай ыстық тастарды арқасына ішіне қойғаннан кейін ислам дінінен қайт, Лат пен Узза пұттарына иман келтір дейтін. Хазіреті Біләл радиаллаху анху болса, Аллах бір деп табандылық көрсететін. Умайя бин Халаф оның бұл сабырлы қалпын көргенде одан сайын жынданып, оны тікендердің үстімен сүйреп денесін жаралап азапқа салатын. Хазіреті Біләл денесінен соралаған қанға да қарамай, Аллахым, сенен келген барлық нәрсеге разымын, Аллахым, сенен келген барлық нәрсеге разымын деп иманда қайсарлық көрсететін. Хазіреті Біләл бұл жағдайын өзі бұлай әңгімелейді. Ол жауыз Умайя мені күннің аптаған ыстығында байлап қойып тоқтамай күн демей түн демей азаптайтын. Сондай күндердің бірі еді. Күн жанып тұр. Әдетінше тағы азаптауына бастады. Исламнан қайтару үшін пұттарымызға табын, Мұхаммедтің Аллахына қарсы шық дегенінде мен ылғи Аллах бір дейтінмін. Өшін алу үшін сол күні кеудемді өте үлкен бір таспен басып қойды. Мен дәл сол кезде есімнен танып қалдым. Есімді жиғанымда үстімдегі тастың құлап, күн бұлт арасына кіріп кеткенін көрдім. Аллаху Таала шүкіршілік етіп өз-өзіме, ей Біләл, Хақ Тағаладан келген барлық нәрсе жақсы жағымды деді. Умайя бин Халаф тағы бір күн Біләл Хабаши радиаллаху анхуға қорлық көрсетейін деп сыртқа шығарған болатын. Киімдерін шешіп, тек іш киіммен қалдырып, ыстық құмның үстіне жатқызып, үстіне тастар қойды. Мүшриктер жиналып, оны қинап, дініңнен шықпасаң, сені өлтіреміз деп жатыр еді. Біләл осыншалықты аяусыз қорлықтарға шыдап, Аллах бір деумен жаңылмады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сол маңнан өтіп бара жатқан болатын. Хазіреті Біләлдің бұл жағдайын көріп қатты ренжіп, Аллах Тағаланың есімін айту сені құтқарады деді. Расулаллах үйіне барғаннан кейін біраздан соң жанына Хазіреті Әбу Бәкір келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Біләлдің шеккен азабын Хазірет Әбу Бәкірге айтып, қатты ренжідім деді. Хазіреті Әбу Бәкір орнынан тұрып дереу сол жерге барды. Мүшриктерге Біләлді бұлай азаптаумен не пайда табасыңдар? Оны маған сатыңдар деді. Мүшриктер Хазіреті Әбу Бәкірге ат басындай алтын берсең де сатпаймыз. Бірақ сен құлың әмірді бізге беруге көнсең, соған айырбастаймыз деді. Әмір Хазіреті Әбу Бәкірдің сауда істерін атқаратын, көп табыс түсіретін құл еді. Өзінде жеке малынан басқа 10 000 алтыны бар болатын.
Хазіреті Әбу Бәкірге көмектесіп оның барлық істерін жүргізетін, бірақ ол кәпір болатын және имансыздығынан қайтпайтын. Хазіреті Әбу Бәкір әмирді барлық малымен, ақшасымен сендерге бердім деді. Умайя бин Халаф пен қасындағы мүшриктер қуанып, Әбу Бәкірді алдап соқтық десті. Хазіреті Әбу Бәкір Біләл Хабашидің үстіндегі тастарды алып орнынан тұрғызды. Біләл Хабаши радиаллаху анх көрген азаптарынан кейін қатты әлсіреген болатын. Қолынан ұстап тіке пайғамбарымыздың алдына барды. Я Расулаллах, Біләлді бүгін Аллах разылығы үшін азат еттім деді. Сүйікті пайғамбарымыз қатты қуанды. Хазіреті Әбу Бәкірге көп дұға етті. Сол кезде Жәбірәйіл алейхиссалам Әбу Бәкір радиаллаху анхты тозақтан алыста екенін сүйіншілеген. Ләйл сүресінің 17 және 18 аяттарына келді. Аят карималардың мағынасы Хазірет Әбу Бәкір сияқты үлкен тақуа иесі болып, шірк пен күнәдан сақтанып, малын Алла тағаланың дәргейінде пәк болу үшін қайырлы жолда жұмсаған адам одан тозақтан алыстатылды делінген. Достар, міне осылайша жауыз мүшриктер Хазіреті Біләл радиаллаху анхуға осылай азап көрсеткен екен. Видео сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.